Мерей, әріп дегеніміз не? Әріп дегеніміз біз көреміз, жазамыз. Ал дыбыс? Дыбыс дегенімізді естиміз, айтамыз. Иә, дұрыс айтасың. Дыбыс нешеге бөлінеді? Екіге дауысты и дауыссыз. Дауысты және дауыссыз болып, иә? Дұрыс айтасың. Ал енді біз қазір сенімен ойын ойнайық. Мен дыбыстарды айтамын, әріптерді. Сен дауысты дыбыс болса, қолыңды көтересің жоғарыға екі қолыңды. Ал дауыссыз болса, аяғыңды топырлатамыз, иә? Иә. Ал А, Н. Дұрыс. Л, Р, О, Т, Ш, С, О, З, И, ұзақ И, қысқа И, Ö, Г, Г, Ә, Ö, О, І, К, Ң, М, Ы. Дұрыс, жарайсың. Жақсы.